Жамбыл облыстық қазақ драма театрында атақты ағылшын ақыны Уильям Шекспирдің Ромео мен Джульетта трагедиясы сахналанып, қойылымның премьерасы басталды. Әйгілі махаббат дастаны қазақ тілінде қалың көрерменге ұсынылды. Жаһан жұртының көңілінен шыққан әдебиет шедеврларының бірі 16 ғасырда жазылған. Осы күнге дейін 50-ден астам фильм түсіріліп, миллиондаған тираждармен кітап түрінде сатылып, әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Аталмыш туындыны сахналау үшін шетелден білікті мамандар шақыртылды. Жауаптылар қатарында Беларусиядан келген талантты жас режиссер Данил Филопевич, кәсіби қоюшы хореограф Вадим Дубовик, қоюшы суретші Айгерім Амангелді бар. Человек перестал быть ценностью, так скажем, да? Адамдар өз адамдық қасиеттерін жоғалтып алды. Қалай айтсақ та біз бір-бірімізге көңіл бөлуді тоқтатқанбыз. Сүйемін деп айтуды тоқтаттық. Бір-біріміздің қолымызды ұстауды да қойдық. Біз кіммен сөйлесіп жатқанымызды да білмейміз. Ал біздің спектакліміз адамдарға деген қатынасымызды қайта қалпына келтіруді көздейді. Біз үлкен мәселелер, мұнай мен су туралы ойлауды тоқтатып, адам жанына, оның ішкі әлеміне көңіл бөлуді қаладық. Шығарма желісі бойынша осы екі жас Ромео мен Джульетта бір-біріне өлердей ғашық. Олардың бұл сезімі ежелден жау екі әулет Монтеки мен Капулеттилердің қарсылығына ұшырап, жастардың қалайда үйленбек талпыныстары ақыры қайғы-қасіретпен аяқталады. Қойылымды тамашалауға келген жас көрермендер де өз әсерлерімен бөлісті. Айта кетейік, спектакльде басты кейіпкер Джульетта образын театрдың талантты жас актрисасы Аружан Райымбек, ал Ромео образын Расыл Шегетай сомдады. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Мәмбет Қожалиев Капулетти образын, ал Монтеки ханымды Жадыра Құлтаева көрерменге жеткізді. Нұрбақыт Тұтқышбек, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, 24 Ньюс.